30 жастан кейін кеш болатын 5 нәрсе. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Арнаға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып өте маңызды, өте ойландыратын тақырып. Бұл видео сіздің өміріңізге әсер етуі мүмкін. Көп адамдар өмірді кейінге қалдырады. Әлі уақытым бар, кейін бастаймын, жас кезде демалып алайын дейді. Бірақ уақыты ешкімді күтпейді. Бір күні артына қарап, неге ертерек бастамадым деп өкінетін сәт келеді. Сол өкініш болмас үшін осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші нәрсе, уақытты бағаламау. Жастық шақ ең үлкен мүмкіндік. Бірақ көп адам оны дұрыс пайдаланбайды. Уақытын бос нәрселерге жұмсайды. Телефон, ойын, бос әңгіме. Ал уақыт өткен соң, сол бос кеткен күндер қайтып келмейді. 30 жасқа келгенде адам түсінеді, ең қымбат нәрсе ақша емес, уақыт екенін. Егер сен бүгін уақытыңды дұрыс пайдаланбасаң, ертең кеш болуы мүмкін. Екінші нәрсе, білім алмау. Білім адамды өзгертетін күш. Жас кезде үйрену оңай. Ақыл қабылдайды, ми тез жұмыс істейді. Ал жас ұлғайған сайын үйрену қиындай түседі. Уақытта азаяды, жауапкершілік көбейеді. Көп адам кейін оқимын, кейін дамимын деп жүріп, сол кейін ешқашан келмейді. 30-дан кейін білім алу мүмкін емес, бірақ қиынырақ. Сондықтан дәл қазір баста. Үшінші нәрсе, денсаулыққа қарамау. Жас кезде адам өзін мықтымын деп ойлайды. Дұрыс тамақтанбайды, спортпен айналыспайды, ұйқы режимін бұзады. Бірақ уақыт өте келе дене бәрін қайтарады. Ауру, әлсіздік, шаршау бәрі бірден келеді. 30-дан кейін денсаулықты қалпына келтіру әлдеқайда қиын. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңе қара. Төртінші нәрсе, отбасыны кейінге қалдыру. Кейбір адамдар әлі ерте, алдымен ақша табайын, кейін үйленемін деп жүреді. Бірақ уақыт өтіп кетеді. Жақсы адамды табу қиындайды. Мінез қалыптасады, талап өседі. Отбасы тек уақыт емес, ол жауапкершілік пен дайындық. Егер сен оны үнемі кейінге қалдыра берсең, бір күні кеш болуы мүмкін. Бесінші нәрсе, өзіңді дамытпау. Көп адам жай ғана өмір сүреді. Бірақ өсіп жатқан жоқ. Дамымайды. Жаңа нәрсе үйренбейді. Бір орында тұру, бұл артқа кету. 30 жасқа келгенде адам өз деңгейін көреді. Егер сен дамымаған болсаң, оны өзгерту қиынырақ болады. Не істеу керек? Енді сұрақ. Не істеу керек? Бірінші, уақытыңды бағала. Екінші, білім ал. Үшінші, денсаулығыңа қара. Төртінші, отбасыға мән бер. Бесінші, өзіңді дамыт. Бұл қарапайым нәрселер сияқты көрінеді. Бірақ дәл осы нәрселер сенің болашағыңды анықтайды.